6 бөлім. Хан көлге түсті де ғайып болды. Бір мезгілде өзін ашып қараса, бір жапан түзде жалғыз жатыр. Үстінде ақ кебін, қолтығында қу бас тұрады. Қу басты ары-бері сілкілеп жерге түсіре алмай, жан-жағына қараса адам баласы жоқ. Хан сасқалақтап бір төбеге жүгіріп шықса, бір адам жолда кетіп бара жатыпты. Хан оны шақырады, бірақ ханның сиқын көрген жолаушы оған жоламайды. Хан жалбарынып жағдайын айтыпты. Ол адам ханға былай дейді: бұл жерде адам баласы жоқ. Осы жолмен жүре берсең, 40 қыз қылыш ұстап тұрған жерге барасың. Онда таңдаған біреуінің шырағын өшіресің, ол саған тиеді. Сонымен тұрмыс кешіресің, дейді де жайына кете береді. Оның айтқаны бойынша жүріп отырып 40 қызға кез болады. Хан таңдамай-ақ біреуінің шырағын өшіреді. Шырағы өшкен қыз ханның қолынан ұстап үйіне ертіп барады. Тамақтандырып киіндіреді. Салт бойынша кешінде төсек салып береді. Хан төсекке жатады. Қыз өзінің бір мәсісін ханның мәсісімен байластырып бір шегеге іліп қояды. Хан қыздың қылығына таңданып мән-жайын сұрайды. Онда әйел тұрып: біздің салтымызда семья болған соң осындай мәсіні іліп қоямыз. Таң атқанша үзілмей тұрса, екеуміз өмірлік тұрмыс кешіреміз. Егер қайсымыздың мәсіміз үзіліп түссе, сонымыз өлеміз, дейді. Бұл кезде хан да байластырып іліп қойған екі мәсіге қарайды да отырады. Бір кезде ханның мәсісі топ етіп жерге түседі. Сонда қыз бетін жыртып жылайды. Алғаным-ау, қызыңды көре алмай қалғаным-ау, деп ойбай салып еңірейді. Іле-шала бауырымда бат қойып келген ел де көбейеді. Бірақ хан өлген жоқ. Хан өзінің тірі екенін елге айтып ұғындыра алмайды. Олар өлді деп жылай береді. Ханды жуындырып шиге салады. Хан амалсыздан тірідей шиде жатады. Асы берілді бір топ адам тірі өлікті күзетумен болады. Таң атқанда көрде қазылып дайын болады. Хан соншама зарласа да сөзін тыңдаған ешкім болмайды. Жаназасын шығарып көрге алып жүреді. Жолда асық ойнап отқан екі адамға кез болады. Осылар құтқарып қалам екен деп басын көтеріп: ей күндерім, мен өлік емес, тірі едім. Мыналар мені өлді деп көмуге айналды. Бұған жасар айлаларың бар ма? деп зарлайды. Сонда екі адам қарап тұрып: иманың сәлемат болсын, дейді де асығын ойнай береді. Ханды бейітке апарып қазылған көрге көміп, елдер қайтып кетеді. Хан жанталасып тырналап жүріп зорға көрден жер бетіне шығыпты. Қараса үсті басы терге малшынып батпақ болған. Жан-жағына қараса бір көл тұрыпты. Осы көлге жуынып үстіндегі батпақты кетіріп, тағы елді іздемек болып көлге жуынады. Көлден шықса, әйел қалпына келіп қалыпты. Мұндай күнге түскен хан зар илеп жылапты. Жылай-жылай қаңғыра беріпті. Бір кезде бір қаланың шетіне келіп, жан бағайын деп шеттегі бір үйге келіп есік ашып қараса, бір еркек адам отырған. Ол келген әйелдің жөнін сұрайды. Сонда хан: менің күйеуім өлген еді, жан бағалмай қайыр тілеп жүрмін, дейді. Әлгі жігіт: маған тиесің бе, дейді. Шарасыз хан мақұл дейді. Жігітке тиіп жыл тола бір ұл тауыпты. Сонымен 7 жыл өмір өткізіп, 2 ұл бір қыз тауыпты. Осы тапқан қызында дабырлы түрде той жасайды.